Бүгінгі қоғам үшін өзекті тақырыпты қозғайтын конференцияны облыс деңгейінде өткізу шалқарлықтар үшін дәстүрге айналды. Шараға жиналған көпшілік алдымен өлке тарихымен танысу мақсатында аудандық тарихи өлкетану музейіне барды. Мұнда жинақталған жәдігерлер шалқар жерінің бай шежіресін танытты. Мамандар дін мен дәстүрді егіз ұғым ететін тарихи деректерді, дәлел, дәйектерді баяндады. Негізгі тақырыпты шалқар өңіріне ислам дінінің таралуы деп алдық. Жанаман Ахун Сейтімұлы, Матай Қоқанұлы, Нұрпей Сейшан, Аманғали Ахун, Пәтуәли Ишандардың осы өмір баяндарымен халықты, жас ұрпақты таныстыруымыз арқылы осындай біздің діни қайраткерлеріміз алаш арыстарының өткені шалқар жерінде, олардың үлкен еңбек сіңіргені, яғни бүгін ғана осы ислам дінінің қағидаттары бүгін ғана қалыптасып тұрған жоқ. Сондай Бұхарадан, Көгілташтан, басқа да араб елдерінен сол кездің өзінде үлкен сауат ашып келіп, елге исламның нұрын шашқан білім, сол кезде көне заманның білімін беріп, халыққа медреселер ашып, халықтың сауатын ашқан осындай діни қайраткерлерімізді халыққа паш ету, сол арқылы тарихымызды тереңдету. Бұдан соң конференция қатысушылары дін және қоғам тақырыбында Шалқардың номері 8-ші мектебінде өткен дөңгелек үстелде бас қосты. Дін өкілдері, ауыл ақсақалдары мен қоғам белсенділері, білім саласының қызметкерлері исламның рөлі, дәстүрлі дінімізді өркендету туралы келелі ойлар қозғады. Мешітке кірген адам сол жерден өзіне рухани бір байлық тауып кету керек. Көңілі жай болу керек. Орта жолды ұстанатын жамағатты біз қалыптастыра білуіміз керек. Яғни өте дінді ұстанып кеткен шектен шығатын емес, және жаңағы Құдай рұқсат етпейтін нәрселерді де, тыйым салған нәрселерді де орындайтын, яғни шегінен шығып адасатындай емес, керісінше орта балансты ұстайтын біз жамағатты қалыптастыруымыз керек. Ал Сары Батағұлы атындағы мәдениет үйінде Шалқар өңірінде ислам дінінің таралуы атты облыстық ғылыми конференция өтті. Оған аудан басшылығы қатысты. Конференция барысында өңірге исламды таратқан тұлғалардың өмірі мен еңбектері туралы баяндамалар оқылды. Ал дін таратушылардың көзін көрген еңбек ардагері Қалмақан Төлеуов бала күндерден естелік айтты. Жастардың тәрбиесі, жат ағымдар жетегінде жүргендерді дәстүрлі дінге қайтару тақырыптарында ұсыныс пікірлер тыңдалды. Ерлан Мұқан, Адайбек Түйсенбаев, Ақтөбе телеарнасы.